Бесінші тарау өкпелеу. Ар жағында еділдің көрдім сені. Қайық қылып сырғаңды өткіз мені. Қайық қылып сырғаңды өткізбесең, хордың қызы болсаң да көрмен сені. Менің ол жылғы оқуым жақсы аяқталды. Соныма риза болды ма, әлде басқа бір себебі бар ма? Нағашым мені өзімен бірге Қырым жарты аралына күзгі оқу басталғанша саяхаттап келуге шақырды. Бұл арада айтатын сөз, нағашымның үйіне жиі баратын мен оның аса ақшалы адам екенін аңғардым. Сонша ақшаның қайдан түсетінін білдім деп сұрасам, гонорар деген естуің бар ма деп жымияды ол. Орысша тілге тәп-тәуір боп қалдым дегенмен, мына сөздің мағынасын біле алмасам, баспасөзде шыққан жазуыңа алатын еңбекақы деп түсіндіреді нағашым. Мен жазған кейбір оқу құралын көріп жүрсің ғой. Әрине, өзімізде оқып жүрміз ғой кейбіреуін. Сонда қалай төлейді оған қаламақыны? Кітапқа емес, баспа табаққа төлейді. Ол не сөз? Дағдылы кітаптың 16 беті бір баспа табақ, 32 беті 2 баспа табақ. Солай өрбей беріп кітаптың қалыңдығына қарай әлденеше баспа табақ болып кетеді. Түсінікті, сонда баспа табағына қанша аласыздар? Червонецпен 50 сомнан 70 сомға дейін. Мысалы, сіздің қираат аталатын кітабыңыз неше баспа табақ? 10-ға жақын боп қалар. Биылғы шыққан барлық кітабыңызды қосқанда 30-ды еңсерер дейді нағашым жымия күліп. Нағаш-ау, деймін мен таңданған дауыспен. Бірнеше баспа табағы бар кітап дүниенің ақшасы болып кетеді ғой онда. Олай дейтінім, Совет өкіметі шығарған ақша алғашқы жылдарда құнсыз болып келіп, 1923 жылдың басынан червонец атты қағаз ақша шыққаннан кейін аса қымбаттап, Орынборда бұрын пәлен мыңға ала алмайтын бір қой 5 сом, бір сиыр 20 сом болып қалған. Ауылдан аттанарда әкем қалтама черновецпен 100 сом салған. Орынборға келгеннен кейін 100 сомның 83 сомына мен ұлан байтақ киім сатып алғам. 13 сомға жаңа хром етік, 25 сомға жап-жақсы қамзол шалбар, 10 сомға бірнеше көйлек дамбал, 5 сомға әдемгі кепке, 30 сомға шұға пальто. Нағашымның ақшасы өте көптігі үй тұрмысынан да байқалады. Орынборда комиссионный аталатын магазин болады. Оған бұрынғы байлардың неше түрлі ескілікті асыл бұйымдары түседі. Сондайларды алушылардың біреуі нағашымның әйелі. Ерінің Таня деуін қостап, ол кісіні біз де Таня жеңгей дейміз. Бұл үйдің орындықтары да, төсек орындары да, орамал дастархандары да, ыдыс аяқтары да өте көрікті. Нағашы жеңгейдің бір өзінің үстіндегі алтыннан, қымбат тастардан жасалған нәрселер мен жібектен, я қымбат жүн матадан тіктірген киімдердің ғана құны бір бай үйдің дәулетімен пара-пар болар еді. Өткен көктемнің қарсаңында ғана жібектен тоқылған үлкен кілемді Таня жеңгей комиссионныйдан 250 черновецке алып келді. Тағы бірде сыртын қара көк шұғамен тыстаған жанат ішікті 150 черновецке алды. Осы екеуінің бағасы ғана 60 қойдың құны ғой. Ақшасы осынша көп нағашым Қырымға ала кетуі туралы маған ұсыныс жасаған. Көп шығынға түспеймен нағашы ол девем, атың барда жер таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп дегендей деді ол. Қайтемін, ақша шіркінді сандыққа жауып тастап. Миллиондап, я миллиардтап ұстағандарға да опа бермеген ақша. Олардың қасында біздікі не тәйірі. Дегенмен жолаушы шығып қайтуға жетеді. Нағашым Қырымды қанша мақтағанмен, бар шығынымды өзі көтермек болғанмен, менің барғым келген жоқ. Несіне барам онда? Маған қазір бәтестен қымбат, бәтестен қызық не бар? Сирек болса да елден қатынасқан адамдардан естуімше, ол аман сау үйінде отыр. Мен кеткеннен кейін оны қызша киіндірген деседі. Өзінің жатып тұрып оқитын газет, журнал, кітап көрмеді. Самалық Сағымбаев уәдесінде тұрған сияқты. Мен үшін бе, әлде заңы солай ма? Ол сасықты салықпен расында сорлатып, әлдене салығын төлемегені үшін өткен қыстың бойында торғайда абақтыға жатқызған. Әлде кімі Орынборға қуынып кеп, көктемде әрең босаған. Байтал түгіл бас қайғы дегендей, оның қазір жесір іздейтін, намысқа шабатын шамасы жоқ көрінеді.
Бәтеске мен қыстай бірнеше хат жаздым. Олар қолына тимей ме, әлде тисе де жауап бермей ме, ләм-мим деген сыбыс жоқ. Қыс ортасында келіп кеткен Қайрақбайдың айтуынша Бәтестің өзі де маған қалыңдық білдіретін сияқты. Ел де соны айтатын сияқты. Ендеше үндемеуі не? Не де болса барып білгім кеп, биылғы сабағымды бітіре сала әзірлене бастағанымда Бәтестен хат кеп қалды. Біздің жатақхананың вестибюлінде үйдің қабырғасына іліп қойған хаттарға арналған алфавиттік 10 шақты кассасы бар тақта тұратын. Маған деген хат Ж. Жәутіковпін ғой, әрпінің кассасына түсетін. Бірақ ондай хаттар қашан келсе де маған тек Текебайдан ғана келетін. Әкемнің тапсыруыма әлде өз көкейінің итеруіме Текебай маған ай сайын бір хаттан жазатында отыратын. Сондағы хаттарында үнемі айтатыны бір ғана сөз, мал жанның амандығы ғана. Одан басқа түк жаңалығы, қызығы жоқ хаттарды оқи беруге ерініп, мен өзіме келетін хаттың кассасына кейде қарамай қоятынмын. Сондықтан Текебайдың көп хаты бірер айдың бойына алусыз жатып қалатын. Сол дағдыммен кассама жамамай жүрген күндердің біреуінде әлде қалай қарай қалсам, ішінде конверт жатыр. Суырып ап адресіне қарасам, жазу Бәтестікі. Бірақ аты жоқ. Жалма-жан ашып жіберіп қарасам, рас, Бәтестің жазуы. Аяғына қарасам, ақ ботаң деп қол қойған. Ол Бәтеске менің ғана таққан атым. Осының бәрін көргенде не істеуге білмей қалсам керек. Суырған хатты оқымасан, конвертіне қоса кеудеме қайта-қайта баса беріппін. Осы халде менің қаншалық тұрарымды Құдайым білсін. Егер нақ ту сыртымнан оның не деп қосарлана айтқан дыбыстар кенет естіле қалмаса. Жалт қарасам, мектептес бірнеше бала. Хатты олардан қызғанғандай жүгіре жөнеліппін. Сол бетіммен бөлмеме келсем, сәті түскенде жан жоқ екен. Кеудеме басып келген хатқа қарап едім, Бәтестің өзі сияқтанып кетті. Мен оны сүйіп алдым. Сол қалпыммен де біраз тұрар мем, қайтерем. Егер осылай қарай келе жатқан әлдене балалардың дабыры естілмесе. Хатты олардан да қызғанған сияқтанып, жетіп үлгермей оқып тастауға жұмылдым. Әкем мені Бөкенжан деп атайтын білесіздер. Бәтеске осы сөздің басы ұнап, мені Бөкен дейтін. Ол мына хатында да Бөкен деп бастап, аяғына жанын тіркеп Бөкенжан деп жазыпты. Хатты ол өзім жазатын хаттардың конвертінде көрсететін нағашымның үйіне емес, көшесін, номерін атамай, тегі оны хабарламаған болуым керек. Мектептің атына ғана жолдапты. Сонда да хат тура келіп тиді. Оқи бастасам сөзі былай. Бөкенжан, қыстайғы хаттарыңның бәрін де алдым. 17 хат. Одан көп болса өзің білесің. Оларыңа жауап қайтармаған бірінші себебім хаттарыңа қарағанда, және Қайрақбайдың айтып келуіне қарағанда, оқуың жақсы кетіп баратқан көрінеді. Сондықтан хатыммен ала көңіл етпейін деп ойладым. Екінші себебім, хат жазғанда не айтам. Енді міне себеп табылып отыр. Қайрақбай әкеп көрсетті. Жуық арада әкеңге нағашыңнан хат кепті. Сонда нағашың биыл жаз Қырымға саяхаттап келмек боп бүркітті ала кетейін десем, барғысы келмейді. Жобасына қарасам, қалыңдығын көріп қайтуды ойлайды. Бұны істесе, ер жете бастаған қызға елігем деп, әрі оқуынан қалып қоюы мүмкін. Әрі ел арасында тағы да қаңқу көбейіп, ағайын араздасуы мүмкін. Бұл сөздерді өзім айтуға бата алмаймын. Жастығына қарамай, балаң бір бет, ұнатпаған ісінде қалып тастайды. Осының ретін өзің келтір де, балаңды биыл елге бармайтын ет, депті. Мен нағашыңның осы сөзін түгелімен мақұлдаймын. Менен қорықпа. Самалық Сағымбаев дейтін осы елдің салығын жинаушы адам, сен біздің үйден соңғы рет аттанғанда, қорықпа, ешкімге де тигізбеймін деп уәде берген екен ғой. Сол сөзін маған да айтты. Мен өзгеге сенбесем де оған сенем. Себебі бұл арадағы елде тұратын бай атаулының қазіргі құдайы да, патшасы да сол. Сасық қайыната болмысымызды қыстай абақтыға отырғызуын естігеніңді хатыңнан көрдім. Сонда жас қызға құда түспісің деп, мен үшін де қатты қыжыртса керек.
Содан зәресі ұшқан бар немене. Бұдан ары тұра келіп кететін ол абақтыдан кейін атызын сауылды қойды. Самалық бірде менің көзімше әкемді де қыжыртып, мына балаң бесікте жатқанда сасы құда түсіпті ғой, жасы отау иесі болуын ғана күтіп жүр деседі. Оған да айттым, саған да айтам, бақтарыңа совет өкіметі құлап қалса сөз жоқ, әйтпесе 18 жасқа келмей қызыңды ұзата алмайсың. Осы елден кетіп қалмасам, бақылаушың өзім болам. Мен кеткенмен үкімет кетпейді. Тырп етіп, байқаңдар, не көрер екенсіңдер дегені. Әкем осы сөздің өзінен жерге кіріп кете жаздап, ертеде қазақшылық болғаны рас, шырағым, енді баланың иесі мен емес, үкімет екенін білем. Заң не айтса сол болады дегені. Айтқаны жақсы дегендей, ұялсам да шығып кетпей отырып алдым. Бұрын бұл құдалықтың артын неге соғар екен деп қорықсам, енді қорықпаймын. Ал саған биыл жас келме дейтін себебім, қайталап айтайын, нағашыңның сөзін қолдауым. Алдағы қыста бұл оқуым бітеді деп жазасың. Аманшылық болса, елге сонда бірақ қайтарсың. Егер бұл сөзді тыңдамай келіп қалдың бар ғой, сені іздеп бара алмайтын, әлде қайда кетемде қалам. Оған да келдің бар ғой, тілдеспей қоям. Хаттың осы жеріне келгенде қалшайып тұрып бұнда қаппын. Өйтпегенде ше, ең алдымен қыз жазатын хат па осы? Және әлі бетпердесі бүтін дейтін жас қыздың хаты ма? Бұл өткеліктен өтіп алды дейтін қыздың ғана аузынан шығар сөз емес пе? Мұншама ақылдымсып, мұншама батыл және салқын жазған хатын Бөкенжан деген тәтті де ыстықта сөзбен неге бастаған? Хатқа қарасам, ар жағында да бірталай сөз тұр. Тағы не айтқан екем деп көзімді салқындау жүгіртіп ем, күткен жылылығым енді ғана ұшырай бастады. Бұл сөздерім сені өкпелетуі мүмкін, сүйікті Бөкен. Оған жан деген сөзді босқа қосып отырған жоқпын. Қазақ қызды 13-те отау иесі дейді. Мен қазір 14-ке шықтым. Әлі де баламын дегенмен 14-те де адам өз болашағын ойлай бастайтын сияқты. Қиссаларға сенсек, адам бесіктен ақ сүйе бастайтын көрінеді. Менің махаббаттық сезімім бесікте емес, сары қопаның үстінде қыраулы қыста тұтанып кеткен сияқты. Содан бері ол ай сайын, күн сайын, сағат сайын емес, минут сайын қызына түсіп келе жатқан сияқты. Бұған дейін іште ғана өршіп келе жатқан бұл ыстық сезім сені енді көрсем лап ете түсетін сияқты. Онда не болмақ? Аз уақыт сезімімді ақылға жеңдіріп көрсем, бұлай жалындау екеумізге де әлі ерте сияқты. Бұрынғы ғашықтар қосыла алмаймыз деп қорықса, бізде ондай бөгет жоқ сияқты. Ендеше неге асығамыз? Атамыздың сабыр түбі сары алтын, сарғайған жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деген даналығын неге ескермейміз? Себепсіз сабырсызданбайық, Бөкенжан. Ұятқа қалдырар ол. Одан да сен биыл жаз елге келмей, алдағы қыста оқуыңды аяқта. Мүмкін жаңа оқудың сапарына алдағы жылдың жазында бірге аттанармыз. Ақ ботаң. Ал енді мықты болсаң осы ұсынысты қабылдамай көр. Талай рет толқыған мен бәтестің сөзіне еріксіз бағындым да хатпен өзіне хабарлап, жаздай мектептес балалармен пионерлер лагеріне кеттім де күз оқуыма оралдым. Ішімде бәтеске деген сағыныш отым лаулай тұра, сабырым жұқара түссе де, мен бұл жылдың да сабағын көңілдегідей оқып кеттім. Класста отырудан, сабақтарды пысықтаудан, ұйқы мен тамақтан басқа уақыттардың бәрін мен орыс әдебиетінің кітаптарын оқумен өткіздім. Сонда маған шығармалары ерекше ұнайтын адам Михаил Юрьевич Лермонтов. Әсіресе оның біздің заманның геройлары деп аталатын ұзақ әңгімесі. Ол әңгімеге менің қызыққандығым сондай, әлденеше оқып, басынан аяғына дейін түгелмен жаттап алдым. Өйтетін себебім Печориннің мінез қылықтарындағы кейбір жағдайлар менің алдағы өмірінің үлгісі сияқтанып кетеді. Сондай бет алған жағынан қайтпайтын адам болуды арман ете бастаймын. Бәтес кейде менің көзіме бела сияқтанып кетеді. Осындай ұқсастықтар тапқан Бәтеспен екеуміздің ілгергі күндегі тағдырымыз қандай боларына көзім жетпейді. 1925 жылдың көктемінде басталды. Осы кезде Қазақ автономиялы республикасына, бұрын Түркістан аталған республикадан халқының көпшілігі қазақ саналатын Жетісу мен Сырдария қосылатын болды. Бұған дейін Қазақстанның астанасы болып келген Орынбордан республика орталығы Ақмешітке көшетін болды. Үлгілі тәжірибе мектебін биыл бітіретін маған біреулердің
беретін ақылы Орынбордағы рабфактың 3-ші курсына түсте, бір жылда бітірде, ар жағында ұнатқан қалаңдағы жоғарғы мектептің біріне кет. Бұл қонымда ақыл сияқтанғанмен көшкен республиканың жұртында қалғым келмейді. Қайда баруды нағашыма ақылдассам, өзімнің қайда барғым келеді деп сұрады. Қайдам, дедім мен. Республика астанасы болатын Ақмешітке барса қайтер еді? Ол қалада бірнеше техникум бары рас, деді нағашым, аз уақыт ойланып ап. Бірақ 6-шы класты бітірген баланың және сен сияқты орыс тілін жақсы білген баланың оларға түсудің қажеті жоқ. Техникумды бітіру біразға дейін қолды да уақытты да байлайды. Қазақтың осындағы педагогикалық институты биыл Ақмешітке көшпек. Бірақ сабағының бәрі қазақша жүретіндіктен, қазақ тіліндегі оқулықтың әлі жеткіліксіздігінен бұл институттан қажетті білімді ала алмайсың ғой деймін. Ал сонда қайда баруға болады? Меніңше Ташкентке. Онда Инпрус аталатын педагогикалық институт бар. Мұғалімдерінің бәрі де сайдың тасындай. Москваның, Қазанның, Саратовтың университеттері дегендей ірі оқуларды бітіріп әртүрлі мамандық алғандар. Олардың лекциялары талай қалың кітаптарға татиды. Ондай институтқа мені алама? Себепкер біреу болмаса әрине алмайды, деді нағашым маған қарап қойып. Сондай біреуді табамыз да. Кім мәселен? 1921 жылдың аштығында Семей жақтан жәрдемге келген көп малды біздің Торғайға әкеп тапсыратын Маутбаев Тұнысбекті білесің бе? Білем. Ташкенттегі институттың бастығы сол, Алаштың ең қадірлі азаматының бірі. Соған записка берсем, алынасың да қоясың. Ұзын сөздің қысқасы, үлгілі тәжірибе мектебін барлық сабақтан да жақсы бітіріп, сатчоқтық книжкемді нағашымның запискасын қалтама салдым да ауылға қайттым. Біз 2 кісі бірге аттандық. Биыл киноны бітірген Мүсәпір Пұсырманов және мен. Біздің ауылға 2 жол апаруға тиісті. Бірі Кинел, Челебі арқылы Қостанайға пойызбен жетіп, одан әрі Әулие көл арқылы атпен кету. Енді бірі баяғы нағашымен оқуға келетін жазының жолы. Бастапқы жолмен барсақ, біз ауылға тез жетеміз, және оның бейнеті де азырақ. Сонысын біле тұра мен соңғы жолмен кетуді ұйғардым. Ондағы ойым Бәтеске өз ауылымнан емес, Орынбордан әдейі арнап бару. Мүсәпірді ерте аттанатын себебім, біріншіден, Орынборда екеуміз туыс боп, менімен ол бөле ғой жүрдік. Екіншіден, оның қолында Жаушыбайғы елден тегін лау мінетін қағазы бар. Суыт жүрген ол екеуміздің көзімізге Қызбелдің белесі 10 шақты күнде әрең шалынды. Біздің араның таласы сағымды келетіні белгілі. Торғай ойпаты аталатын өлкені бір кезде теңіздің түбі болыптымыз деген сөз бар ғой. Соның растығына көзім осы жолы тіпті жете түскендей болды. Кең ойпатта толқыған бұйра сағым қазір шынында да шексіз теңізге ұқсайды екен. Қызбел соның бетінде қалқып келе жатқан зор кемеге ұқсайды. Ашық күнде алыстан болдырап көрінетін кеме сияқты. Қызбел де көзімізге тым жырақтан болдырап ұшырай кетті. Әуелі менің көзіме кеменің діңгегі сияқтанып, Қызбелдің Қыземшек аталатын 2 шоқысы шалынды. Шоқыға біз ұмтыла жүрген сайын бойы үлкейе берді де өзі алыстай берді. Біраздан кейін ол болдырған тазыны мазақ қылған тың түлкі сияқтанып, құйрығын шалдырмай сілемізді қатырды. Бұл созбақтау, құлағын қатайта түскен домбыраның шегіндей менің шыдамымды сірестіре келіп, үзіліп кетерліктей дәрежеге жеткізді. Бірақ бұл сырымды мен Мүсәпірге айтпаймын. Себебі Бәтес туралы ойымды оған Орынборда білдірем деп, оның нағашыма айтып қойғаны бар. Содан бері мен оған сыр айтқан жан емеспін. Мына жолы да мен оған түпкі сырымды шешпегенмен, адамның сыртқа шықпас іші бар ма? Оны жасырар адамның күші бар ма? Деп Сұлтан Махмұт Торайғыров айтқандай, осы жолмен неге келе жатқанымды Мүсәпір аңғаратын сияқты. Бірақ бұл жайда өкпелегенімді естігеннен кейін бірдеме деуге бата алмайтын сияқты. Мына құрғырың жеткізбеуші ме еді деп жүрген сайын жақындай түскенмен денесіне тартпай шыдамымды үзуге жақындаған Қызбелді сөкпесем, нені айтасың, дедім Мүсәпір елеңдей қап. Сонау Қызбелді айтам да, төбесі көрінгелі қашан, 3-4 күннен бері жеткізбей әулие қылды ғой өзі. Неге асығасың, деді Мүсәпір маған тағы да жымия қарап.
Көмекейінде тұрған сөзді сезе қойдым. Ол жайда кеңескім келмеді. Мүсәпірдің бет қимылын билеп алудың оңай екенін жоғарыдақта естеріңізге салғамын. Бұл жолы да соны істеп, мүсәпірдің жымиған кескініне түйіле қарай қойып едім. Ол беттегі күлкісін жинап ап, менің бұл тақырыпта кеңескім келмейтінін сезгендей үн-түнсіз отыра қалды. Осылай іштей арбасумен келе жатып, бұзаупақта отырған бәтестің ауылына жақындағанымызда аңғармай да қаппыз. Таныс жер, таныс ауыл, таныс үйлер. Мұңлық, зарлық аталатын қиссада Шаншар атты ханның баласы болмайды да, қыздай 60-шы тоқал алып сол бала көтереді. Баланың туар шағында бұрын үйінен жас нәрестенің даусын естімеген Шаншар, кенет естісем жүрегім жарылып кетер деп, 40 уәзірін алып аңға кетеді де, ордасынан шүйінші әкелетін хабар күтеді. Осы қиссаны оқығанда Шаншардың орнына менің жүрегім жарылып кете жаздап, хабар алғанша Шаншардан бұрын мен асыққан едім. Бәтеске жетуге асығуыммен салыстырғанда, ол асығу емес екен. Енді байқасам, тарсылдай соққан сағынышты жүрегім қит етсе жарылып кетерліктей. Сонша асыққан көңілмен атты төпелей айдап бәтестің ауылына таянсам, әлденеге жым-жырт. Үйінің қасына келсем, қиқымның өзіме таныс қабағын қара қаншығынан басқа жан мақұлық қарсы алмайды. Әуелі шәуілдей үріп шыққан қаншық арбамның қасында шауып келді де, қауіп тастарлықтай ұмтыла беріп, мені көрген соң құйрығын бұлғаңдата еркелеп қоя берді. Бұл үйде мені осыдан басқа қарсылар жан болмағаны ма? Атымыз қиқым мен Мәмбет үйінің арасына кеп тоқтағанда да ешкім көріне қоймаған соң, арбадан түсер түспесімді білмей отырем. Маған қарайлайды ғой деймін. Серіктерім де орнынан қозғалған жоқ. Қиқымның үйіне басына жеңіл орамал байлаған көйлекшең Қалиса шыға келді. Апыр-ау, аманбысыңдар? Дедім мен арбадан қарғып түсіп. Аманбыз, деді Қалиса менің үрейлене берген сұрағыма таңданған кескінмен. Жандар қайда бұл үйлердің? Бәрі де аман, бәрі де орнында, деді Қалиса жымиып. Олар қайда сонда? Әуелі амандық саулыққа келейікші, деді Қалиса маған қолын ұсынып. Мен де қолымды ұсынып, сау саламат қайттың ба? Шүкіршілік, дедім мен. Бұрынғыдай бас салып сүйейін десем, көрмеген 2 жылда соқтауылдай жігіт боп кетіпсің ғой. Сонда да төсіме басып амандасайыншы. Ауылдан кеткелі бойымның қанша өскенін Қалисамен құшақтасқанда ғана аңғардым. Ол бұрын менен әлде қайда ұзын сияқты еді, енді әлде қайда төмен. Құшақ жазғаннан кейін, серіктеріме де амандасқаннан кейін, ал жүр деп Қалиса өз үйін нұсқады. Мен оның қалай бәтестің үйіне кірмейміз бе дегенде кескін білдірбем, өз ұсынысын қайталағандай Қалиса маған серіктерімнен жасырып көзін қысты. Бір гәп барын жорамалдаған мен серіктеріме кәне жүріңдер деп қиқымның үйін нұсқап, олар беттей берген шақта ере бастап ем. Қонақтар кіре берсін, деді Қалиса маған. Сен аз уақытқа іркіл, кішкене ғана сөз бар еді. Серіктерім қиқымның үйіне кіргеннен кейін Еркежан жолаушылап кетті, деді Қалиса. Қайда? Жеңешемнің төркініне. Баяғыдан бері ойында жоқ жеңешемнің биыл қалайша төркіндегісі келе қалғанын білмеймін. Өзі де көп мүлікпен ырғап-жырғап кетті. Қайтқанда да ырғап-жырғап әкеледі ғой деймін. Онысын қоя тұр, Қалеке, дедім мен. Бәтестен басқа кімді ертті қасына? Біздің үйдің кісісін, Сейілді, тағы да біреулері бар. Бәтес маған ештеңе демеді ме? Мына бір тілдей қағазды қалдырып еді деп Қалиса орамалының бұрышындағы түйінді шешті де жұмарланған қағазды алып берді. Оқысам, Бөкен деп жазыпты қарындашпен. Расы ма, әлде сенің келетіңді сезіп қашты ма? Әжемнің төркіндегісі келе қап, мені де ала кетті. Бармаймын деудің ретін таба алмадым. Ол кісінің төркіні Троицкий қаласының маңында көрінеді. Түйемен және атпен салт баратын кісіге көп күндік жер деседі. Барған соң да біраз күн жататын түрі бар. Орынбордан шығар алдында жазған хатын келген. Тосамын дегеніммен тоса алмадым. Өкпелеме, уақытың болса күт. Өкпелемейтін сөз бе бұл? Өкпелегенімді кескінімнен аңғарған Қалиса шешендігінде сап қанша маймаңдағанмен бір сөзі де көкейіме қонған жоқ. Қалиса маған әуелі бұнда біраз боларсың деп менен қазір жүрем деген кескінді жауап алғаннан кейін, тым болмаса бүгін жатарсың деп оған да көнбейтін қалпымды көргеннен кейін, бір қозы сойдыра қояйын, соны жеп аттан
деп оған да ризаласпағаннан кейін әуелі Еркежаннан басқамыз саған кісі емес екенбіз ғой деп өкпелеп, бұл сөзден мен оны жеңгеннен кейін ендеше жаз бұл араға бір соқпай кетпейді ғой деп ойлап, есіңе алсам ескі асыңнан сақта дегендей қысқы соғымнан сыбағаңды сақтап жүрем, соны жеп кет деп бізді асқа еріксіз қаратты. Қалиса менің әңгімеме араласпай салғырт тыңдап қана отырған мүсәпір сусындағаннан кейін ас піскенше ауыл аралап келейін деп кетіп қалды. Қалисаның қолынан тәтті қымызын ішіп, сусынды қандырып, бәйтестің кетіп қалуынан тұтанған ашуымды аз да болса бәсеңдеткеннен кейін Мәмбет үйінде кім барын сұрасам, Шәния, Кәкен және бір жаушы жігіт қапты. Мәмбет былтырдан бері менің әкеммен сауда дос боп, біздің ауылда ашылған дүкеннен приказчик есебінде бұйымдар алады екен де, елді қыдырып жүріп сатады екен. Ол қазір сол жұмысымен кеткен екен. Қалисадан естіген тағы бір жаңалығым, Мәмбет үйі өткен жылы енші алысып екіге бөлініпті. Қарағыз, Бәтес, Сейіл бұрынғы үйлерінде қалыпты да, Мәмбеттің өзі, Шәния, Кәкен үшеуі отау боп оңаша шығыпты. Онысы несі десем, жалғыз қожа атам үйі емес, олай бөлініп отырған дейді Қалиса. Бұл елде екі қатыны бар байлардың бәрі де сөйтті. Неге? Әрі қазір екі қатын ұстауға заң жоқ екен ғой. Әрі байларға деген алым салық көбейіп тұрған жоқ па қазір. Малды тұтас ұстағаннан екіге бөлсе, салығы жеңілдеу келеді дейді. Сонда қалай бөлінді болар? Сотпен. Былтыр осы ауылға көшпелі сот келгенде молда ағам екі қатын ұстауға заң жоқ, және үлкен қатыным сүймей алғаным еді, және өзі қартайды, өзі тыйышсыз. Сүйіп алған кіші әйелме күн көрсетпейді, сондықтан одан бөлінемін деп арыз беріпті. Сот сеніп пе сол арызына? Судья өзінің ескі досының бірі көрінеді. Молда ағама арызды осылай бір деп үйреткен өзі көрінеді. Содан сот ол үйді екіге бөліп, барлық малын қақ жарған да тастаған. Сонымен малдары тұтас тұрған бұрынғы шағында үстеме салыққа іліккен ол үй екіге бөлінгеннен кейін ол салықтан құтылған. Үйлері бірге ме, басқа ма? Байқамадың ба? Үлкен үйдің ар жағындағы кішірек қоңыр үйді отау сол. Сонымен шынымен бөлініп кетті ме бұлар? Бала екенсің ғой, тәйірі, деді Қалиса кейіп. Үкіметке жасаған қулығы емес пе? Сырты бөлек, іші бірге. Түсінікті. Үлкен үйінде кім қалды? Бар жаны жолаушылап кеткенде. Тоқал мен Кәкежан. Отауға өзің білетін жаушы Қайназар қонып жүреді. Олар неге көрінбейді сыртта? Тоқалдың жұмыстан қалжырап жүретін білесің. Екі сауының арасында мызғып алса, бір жыл таныққандай болмай ма ол байғұс? Биені сен келердің алдында ғана сауып қайтқан, демалып жатқан болу керек. Кәкежанның маубас екенін білесің. Шалшы түсте бір ұйықтап алмаса, көңілі көншімейді. Жатқан болар әжесінің төсегінде далиып. Қайназардың қайда екенін білмеймін. Шәнияның Бәтеске туған шеше екенін білетін мен, оған аздап ішім тартатынмын да. Бәтесті менің жақсы көруімді сезетіндей, ол да маған жылы ұшырайтын. Және үнемі жұмыс басты боп үндемей жүргенмен, тілдесе қалсаң ақыл есі адам екендігі байқалатын. Сондықтан ас піскенше оған амандасып келмек болдым да тысқа шығып кеттім. Қалиса ас жабдығымен үйінде қалды. Жәнияны үлкен үйінде болар деп кіріп барсам, жан адам көрінбейді. Оң жақта шымылдық түсірулі тұр. Оның ішінде әлдекімнің сыбдыры мен сыбыры сезіледі. Біреу бар ма дегендей шымылдықтың аяқ жағынан қарасам, жамылған көрпе астынан әлдекімдердің аяғы көрінеді. Сол арада бейбастақтығым ұстап кетіп, көрпені жұлып алсам, астында Кәкен мен мүсәпір жатыр. Олардың орнына өзім ұялып қалғандай болдым да, көрпелерін қайтадан айқара жабасып, «Өй, иттер-ай!» деп шығып кеттім. Есіктен мен шыға бергенде, отаудың есігінен Жәния да шыға берді. Киім кешегі де, кескін кейпі де баяғы қалпынан өзгермеген. «Келгеніңді көрдім, Бүркітжан», деді ол маған қарсы жүріп. «Алдыңнан жүгіріп шығатын ақ ботаң болмаған соң, не бетіммен көрінейін деп жүгіріп шыға қойған жоқпын. Сағындырып көрініп тұрсың. Келші, киімімнен жеркенбесең бауырыма басайын». Ол да мені құшақтай алды, мен де оны құшақтай алдым. Не деген мейірімді, жылы құшақ еді.
Осы қалпымызда ұзақ тұрып қалар мек, қайтерек, егер Қалисаның шақырған дауысы естіле қалмаса. Құшағымызды жазсақ, Жәнияның көзінен жасы тамшылап тұр екен. Менің де көзіме жас кеп қалды. Амалсыз кетті, деді Жәния көйлегінің жеңімен жасын сүртіп. Артына алаңдап кетті. Сағынғаны керемет. Одан әрі кеңесуге Қалиса таянып қалды. Қалисаның асын ішкеннен кейін бұл ауылдан салт түрінде алған ұлаумен мүсәпір екеуміз жүріп кеттік. Мінген аттарымызды ілгергі ауылдан алып қайтпақ боп, қасымызға құнан мінген ересектеу бала ерді. Көптен салт мінбеген біз шауып көрсек, мүсәпірге тиген ат ұшқыр, менің атым Шоқалақ. Жарысқанда артта қалуға намыстанғаным ба, әлде салт атты жатырқап қалуым ба. Біраз жер тақым жазғаннан кейін мен атымның басын іркіп аяңға түсірдім. Ұзаңқырай озып кеткен мүсәпір мені ойқастай шауып тосып алды. Құнанымен соңымыздан далақтап шапқан бала маған мүсәпірден бұрын жетті. Ол өзі бір қушеке зәршөт екен. Мүсәпір келгенше қулық айтып мені біраз күлдірді. Аяңдап қатар жүре бастаған мүсәпірмен қалжыңдасқым кеп, манағы кәкенмен екеуінің үстінен түскенімді айтып ем. Бұлайша сабырлы мінезді жігіт сияқтанып жүретін оның жатып тұрып ашуланғаны бар емес пе? Бір ашуланып алса көпіріп болмайтын көк долы екен ол. Сонысына мен де қития ағап, екеуміз алып кеп ұрсыз. Сөйтіп келе жатқанда бәтеске тілі тиіп, оны да көкеннен кем қап жүр дейсің бе, деген. Періштеден таза көріп жүрген бәтесті бұлай деуі кеудемді уықтай атып жіберіп, лап ете қалған намыстың екпінімен не дейсің, дедім. Арамыз құлаш бойындай алшақтау келе жатқан мүсәпір жаққа атымның басын икемдей беріп. Дегенімді естімедің бе, деді ол, мені жақындатқысы келмегендей атын тебініп. Мәс саған, естіген деп атымды тебініп жіберіп, мүсәпір жылысып үлгергенше қолдағы жуан қамшыммен бастан айқыра тартып кеп жібердім. Тағы да тартып жіберуге селмеген қолым мүсәпірге жетпей қалды. Аты жүйрік, ол озыңқырай берді. Сонда да жібергім келмей, атының қолым іліккен құйысқанынан шап бере алып, құйымшақ тұсына қонып қалдым. Тарпаңдау ат үркіп мөңкімегенде әрі қарайда жылжып үлгірер медім, қайтер едім. Оныма тәңірім дес бермей, сырғып түстім де қалдым. Жалма-жан құлаған қалпымнан оңала беріп, орғыта шауып жақындаған мүсәпірдің кескініне көзім түссе, самайынан жолақтана аққан қаны иегінен шұбырған екен. Айбат шегіп анадайдан тоқтаған ол, ішін күйсе тұз жала, деді маған, бетінің қанын алақанымен сүртіп. Анадайдан айқайсап, оған да менің қолым сенен бұрын жеткен. Ол атының басын кілт бұрды да құдайта шауып тартып отырды. Қабат деген ай, деп өкіндім мен. Аттың нашарай, әйтпегенде екеуміздің біріміз ғана тірі болатын ек. Амалым құрып тұрған маған серік бала атымды ұстап әкеп берді. Оған дейін мүсәпір алыстап кетті. 6-шы тарау. Сүйген сұлу. Ауылға келсем, 2 жылдың ішінде бұрынғыдан әлде қайда тәуірленіп қапты. 1923 жылы бірыңғай шаруа салығы деген заң шыққанын, ол заң бойынша кедейлер салықтан түгел босап, үстеме салық деген атпен байлардың үкіметке берері көбейгенін білетінмін. Онда жаңа ғана басталып жатқан бұл шараның ауылдағы нәтижесі енді ғана айқын көрініпті. Әрі салықтан босаған, әрі қарыз серіктігі деген атпен ашылған ұйымнан қарыздай ақша алып, оны ауыл шаруашылық машиналарында төлеген кедейлер мен көрмеген 2 жылдың ішінде тұрмыс жағынан бірталай күшейіп апты. Кедейлердің және бір жетістігі, былтырдан бері елде қосшылар одағы деген ұйым құрылып, байлар кедейлерді тек осы ұйым арқылы шартпен жалдайтын бопты. Одақтың біздің болыстағы председателі, бізге белгілі Сақтаған Сағымбаев, өткен қыс Торғайда 6 айлық батырақтар курсын өткен ол, бұрынғы шала сауаттылығынан арылып, қазір қағаз жазғанда қолы сумаңдап кетеді деседі. Заңза күнді де жатқа соғады дейді. Ол жалшылар мен байларға шарт жасап тұрумен ғана қанағаттанбай, әлдене заңға сүйеніп, жалшылардың байларға соңғы 15 жыл ішінде сіңген еңбегінің төленбеген ақысын алып береді екен. Менің өз үйімнен ғана баяғыда тұрып кеткен бір жалшылар, қосшылар одағы арқылы 15 қой, 2 өгіз, 1 түйе, 1 ат алған. Осындай қыспаққа түсе тұра, байларың да қарап жатпапты.
Мен Орынборға кетерден бір жыл бұрын біздің Торғай уезі Қостанай губерниясына бағынған. Байлар Қостанайға сабасын арта, тоқтысын баса барып, заң орнында қызмет атқаратын біреулермен астыртын танысады екен де, сыйға құнықтырып дегенін істетіп қайтады екен. Мәселен, малдарын салықтан жасырғандығы үшін, үстеме салығын кезінде төлемегендігі үшін, заң бойынша мал мүлкі кәмпескеленіп, өзі әлденеше жылға сотталатын сасықты әлдекімдер ретін тауып бұл апаттан құтқарған. Менің әкем де қосшылар одағынан қулығын асырған сияқты. Көшпелі ауылда салық малға түсетін болғандықтан, ол ең әуелі малдарының санын азайтып, сапасын көтеруге айналыпты. Мәселен, ол бұрынғы 3 айғырдың үйіріне жетіп қалған қазақы жылқыларын бірақ айғырдың үйіріне түсіргенде, өткен жылы әлде қайдан арғымақ айғыр әкеп, биылғы 10 шақты қолының бәрі содан туған. Бұл айғырды әкем қазақы 5 айғырдың құнын төлеп әкелген екен. Онда да губерниялық жер бөлімі арқылы үкіметтің жылқы заводынан алған. Қолдан алса ақша жетер мал емес. Және өзі де арғымағым ақ, шоқтығында биік кісінің қолы әрең жетеді. Тазы ит сияқты денесінде бірде арам ет жоқ, сып-сидам. Даладай омырауынан адам жүгіріп өтерлік. Күдірейген сандары көпшіктей, келтелеу, жұқа құйрығы қынаптан суырған қылышқа ұқсайды. Жаясының жалпақтығына құлаш әрең жететін. Сауырыны адам төсек сабұйықтарлықтай, жалы сұйықтау біткен. Мойны қаздай иіледі. Жыланға тартқан жіңішке басы мен мойнын жалғастырған сағағы алманың сабағындай үзілгелі тұр. Сүп-сүйір құлақтары төбесінде біздей шаншылады. Үлкендігі қарғаның жұмыртқасындай, қара көздері томпайып сыртына тебеді. Делдеген кең танауына үлкен кісінің жұдырығы жүгіріп кеткендей, алдыңғы аяқтарының тіктігі қаққан қазықтай, артқы аяғының тірсектері жолбарыстың тірсегіне ұқсап маймиып жатыр. Бұл жануардың құлындары да өздеріне тартып, туғанына 4-5 ағай болған. Олар қазақы жылқының тайындай. Сиырды да әкем асылдандыруға айналып, әлде қайдан биыл Герефорд аталатын, үлкендігі атан түйедей қоңыр қасқа бұқа әкепті. Онысы сұмдық сүзеген екен. Егер бос жіберсе, көрінген мал мен адамға ұмтылып жарып тастайтын болған соң, мұрнына таққан бұйдадан танауын жырып босана берген соң, басына қалың қайыстан қабаттап тіккен ноқта жасатып, бауын жуан шынжырдан тағып, арқандап ұстайды екен. Маңына Текебайдан басқа жан жолай алмайды екен. Біздің үйдің барлық сиыры да биыл осы бұқадан ғана шыққан. Әкемнің бір қызығы ырысым кетеді деп, арғымақ айғырынан да, асыл тұқымды бұқасынан да басқа адамның малына тұқым бергізбейді екен. Бұл бұқадан өрбіген сиырлардың еті қазақы сиырдан 2-3 есе ауыр болады. Сүті де соншама мол болады деседі. Торғай елінің малын асылдандырғысы келген кейбір байы биязы жүн қошқар әкелгенде, әкем біздің араға ондай қой төзбейді. Терісіне қаудың инесі қадалып, қотыр боп өледі деп алмаған. Сол сөзі расқа шығып, биязы жүнді қошқарлар өліп жатыр деседі. Мал шаруасын осы бағытпен өсіруге айналған әкем салығы көп болады деп егін салмайды екен. Оның тағы бір тапқан қолайлы ісі Қостанайдағы Сельпромсоюз аталатын мекеменің бастығымен танысып апты да, елде сол союздың Многоловка аталатын бөлімшесін ашып, өзі оған бастық бопты. Мәмбет пен әкемнің арасындағы сауда достық осыған байланысты екен. Мәмбет Многоловканың бір ірі бөлімін басқарады екен. Әкеме сауданың пайдасы аз уақытта ғана көрініп, көп жылдың бойына сергелдең жолдың бойымен қаңғырып, киім-кешектен, төсек орыннан, ыдыс-аяқтан жүдеген біздің үй сыртына әппақ сүттей кигіз жамылумен қатар, қазір жасау жиһаз жағынан да, киіну жағынан да қазақтың ең салтанатты байына таласарлық. Біздің үй дегенім қазір 2 үй екен. Өзіміздің бұрынғы үй және Текебайдың отауы. Әкем оған өткен жылдың жазында бір байдың қызын отаулап әперген екен. Жеңгеміздің аты Бақия.
Қызы едің сен бір байдың өтпей жүрген дегендей, үйінде жасаңқырап отырған талпақтау, семізше денелі, толған айдай дөңгелек жүзді, сарғылттау шашты, ақ сарғылт қасты, үлкенірек шағыр көзді бұл ақсары әйел түскеніне жылдан әрең асқанда өзіне тартқан бір қызды тауып, енді біреуін қазір іші білінерлік дәрежеде көтеріп үлгеріпті. Жап-жас келіншек бола тұра, иіс алмас сабақтың өзі екен. Мына қалпымен бұл баланы үсті-үстіне лөкілдетіп таба беретін, біраздан кейін бала басты боп, етегін жинай алмайтын сауды балақ сары қатынның өзі болуында сөз жоқ. Сол қалпымен сөз орлығына, боғауызшылдығына не берерсің? Қасына жолауға, жоласаң қалжыңдасуға болмайды. Қылығына қарай қылық көрсетейін десең, сенен әлде қайда асып түседі. Құдайым маған мұндай қатынды тапқыла көрмесін. Текебай қызық, бұдан 2 жыл бұрын ғана талдырмаш бойды жас жігіт, қазір сүтті саулықтың қозысындай бор тиіп, жұп-жұмыр, топ-томпақ боп, кіндігінің түбі көтеріліп семіре қалыпты. Біздің торғай елінде революциядан бұрын ілуде біреу болмаса, сақал мұртына ұстара тигізбейді екен. Сондықтан кейбір түкті жастар 20-ға кірген соң-ақ қап-қара сақал мұрты бар байсалды еркек боп көрінген. Біздің қалмаққа қараған тұқым түк жағынан онша бай болмаған. Аталарымыздың да сақалы аз және сұйық екен. Әкемнің сақалы да сондай. Текебайдың мен оқуға кететін кезде қара түбіттеніп тебіндей бастаған сирек сақал мұрты қазір бірталай ұзарып қапты. Бірақ ол ешбір қылына пышақ тигізбей өскенінше еркіне жіберіп, түсі жасамыс жігітке ұқсап кетіпті. Ол әлі де үй шаруасын бағады екен де, сауданы әкесі ғана жүргізеді екен. Ағам мен жеңгемді сипаттаймын деп, үйлерімнің жасау жиһазын сипаттауды ұмытып барады екен. Біздің екі үйдің де жастық көрпесі бұрынғыдан әлде қайда көбейген. Жастықтар мен құс төсектердің көбі барқытпен тысталып, оның сыртына ақ наволочка кигізілген. Босағаларға ақ масаханалар құрылған, сәнді ыдыс-аяқтар да молайған. Бірақ бұлар күтім жағынан екі үйде екі басқа. Үлкен үйдікі тап-тұйнақтай жиналып, кіршіксіз таза ұсталады екен. Отаудікі кір-қоң. Біздің үйде жасалып жатқан байлықтың негізі жұртты жеу екен. Дүкеннен жұрт керек жарағын борышқа алады екен де, кезінде төлей алмағандар пение деген пәлені төлейді екен. Онысы күні асқан борыштың ай сайын үстемелене өсе беруі. Қазақша атын секіртпе қойып алған, оны үстеумен, әкемнің бір темір күрекке бір қой алған, бір тақта кірпіш шайға бір ту сиыр алған күні бопты. Осынша мол секіртпені қазынаға түсірген боп, әкемнің өзі де арасынан мол асап қалады екен. Тез байуы содан екен. Мұның қалай десем, байларда төлеп жатқан жоқ па? Балам үстеме салықты. Оның мөлшері бұдан әлде қайда көп. Қазір кедей салық төлемейді. Секіртпе төлесе алған нәрсесі үшін, төлегісі келмесе алмасын. Қалай алмайды әке? Бұдан басқа жерде алатын бұйым бар ма? Оған мен жауапты емеспін, өкімет жауапты. Бұда жауапсыз кетпес әке. Оны кезінде көрерміз. Әзірге әліптің артын баға тұрармыз. Бай үйімнің мол дәулетін ұрттап ішіп шайқап төгіп дегендей, мен айдан артық уақыт жаттым. Бәтес жағына құлақ түрсем келетін сыбысы естілмейді. Күте беруге уақыт қысып барады. Аз күнде Ташкентке жетіп оқуға орналасудың қамын жасауым керек. Сонда не істеу керек? Бәтестің соңынан қуып баруға ма? Онда не бітірем? Үкімет күшімен босатып алуға Бәтес әлі заң жасына жеткен жоқ. Әрі алып кетуге көнсе дұрыс, көнбесе ше. Осы жайымды біздің елге болыстық атқару комитетінің председателі болып, жуырда келген Еркін Ержановқа жолығып ақылдасып ем. Оқуымнан қалма шырағым, деді ол. Аттана бер. Кемелді жасына келгенше қызды ешкімнің киіп кетпеуіне мен кепіл болайын. Одан арғысын өздерің біле берерсіңдер. Осы сөзге сендім де аттанып кеттім. Жолшыбай Ақмешітке соқсам, ана жолғы көргенімнен бірталай өзгерісі боп қапты. Ең алдымен жуық арада ғана бұнда Қазақстанның 5-ші Совет съезі өтіп, сонда қаланың атын Қызылорда деп өзгертіпті.
Содан кейін Қазақстанның астанасы болатын бұл қалаға мен барған кезде республикалық мекемелер көшіп кеп орналаса бастапты. Нағашым Жақыпбек Дәуітов те көшіп үлгерген екен. Мен барған кезде Қызылордада «Ауыл тілі» атты газет шыға бастапты. Редакторы Қазақстан орталық атқару комитетінің 5-ші съезде сайланған президиум председателі Елтай Ерназаров. Нағашым соның әдебиеттік жәрдемшісі болып орналасыпты. Нағашыма Елтай журналист екен десем, болмаса болады да деп күлгеннен басқа жауап бермейді. Мүсәпір Қызылордаға менен бұрын жетіп, «Ауыл тілі» газетіне қызметкер болып орналасыпты. Мені ол нағашыма шақыстыра барған екен. Нағашымның бұл жөнде ұрсып айтқан сөздерін түгел тыңдадым да, бұл керістің қайдан шыққан себебін баяндап бердім. Нағашым оған сенгендей боп, екеумізді татуластырғысы келетін пікірін білдіріп еді. Оған қолқа салмаңыз, нағашы, дедім мен. Қазір екеумізді кездестіре көрмеңіз. Одан жаман нәрсе шығып кетуі мүмкін. Әзірге ешқайсымыздың бір-бірімізге қуата қоярлық тауымыз жоқ. Біраз уақыт осылай көріспей жүре тұрайық. Сөйтіп жүргенде ашу басылып қайта табысуымыз ғажап емес. Оқасы жоқ, деді нағашым демін ауыр алып. Оны да оқуға тартқан мен едім. Сені де мен тарттым оқуға. Құдай маған жалғыз ғана бала берді де, оны жат жұрттық қып жаратты. Екі жиенім сендерді оқытқанда бірін қанат, бірін құйрық болар ма деген үмітте едім. Әлі де күдер үзбеймін ол үміттен. Жастықта осындай шексулер бола береді. Мүсәпірдің көнуі оңай. Сенің жаста болсаң, тыйың қатты баласың. Ойлан шырағым, малда бота тату, адамда бөле тату деген. Араларында бөлінген еш нәрсе жоқ. Өзара табысыңдар да бұрынғыдай тату-тәтті боп кете барыңдар. Менімше татулықтың тетігі енді бір ғана нәрседе. Егер Мүсәпірдің бәтеске жақынмын деуі өтірік болды бар ғой, онда Мүсәпірмен келісімге келуіміз мүмкін. Ал егер олай болмады ғой, Мүсәпір екеуміздің бірімізге ажал жақын. Саяси мәселеден нағашымның маған айтқаны, бұрынғы Қазақстанды солшылдар, яғни байларға қырын қараушылар басқарып келген еді. Енді өкімет билігіне оңшыл аталатындар отырды. Бұлар да коммунистер. Бірақ бұлардың тұтынғысы келетін жолы татулық жолмен байларды социализмге апару. Онысы бола қояр ма екен десем, тұрмыс көрсетеді де, дейді нағашым. Әзірге бұл бет ұлтшыл аталатын мына бізге теріс боп тұрған жоқ. Өйтпегенде мен бұл қызметке орналаспаста едім. Нағашымның және бір жаңалығы, жуырда ол Маутбаев Жүнісбекке жолығыпты да менің жайымды сөйлесіпті. Келсін, депті Маутбаев. Сөз жоқ, аламыз. Маутбаев уәдесінен шықты. Ташкентке барып көрінген соң-ақ ол экзамен ұстатудың орнына өз қолынан жасаған экзамен тарағының бетіне мұғалімдеріне тек қол қойғызып қана алды. Сөйтіп мен енді Қазинпростың студенті болдым да кеттім. Бұл кезде Ташкент Өзбек Республикасына қарайды екен. Мекемелердегі қызмет, мектептердегі оқу өзбек тілінде жүреді екен. Сондықтан ба, әлде көрген түрткілері бар ма? Ана жылғы қазақ ұлтшылдары деген топ бұл қаладан қазір ыдырап, біразы Москва, Ленинград сияқты жерлерден жылы орын тапқан. Енді біразы Қазақстанның әр облысына бытырап кеткен. Ұлтшылдардың бірі саналатын Маутбаевтың өзі қазір Октябрь революциясының тақырыбына шығармалар жазған болып жүр екен. Инпростқа мен әуелі қорқыңқырап түстім. Өйткені менен бұрын, мен қатар кеп түскен студенттердің көпшілігі сақа жігіттер. Олардың арасында орысша айтқанда мен мальчуган сияқтымын. Ал оқи келе байқасам, сақа дегендерімнің бірталайының білімі менен әлде қайда төмен. Орысшаға мен көбінен артық сияқтымын. Оқу осылай жүріп жатты. Елден ұзап шыға бәтесті тағы да сағына аңсай бастадым. Бұл кезде маған керегі өзге емес, өлең ғана болды. Жаралғанның жалпақ дүниесінде ақыннан бақытты адам бар ма екен? Жансызға жан бітіріп, жандымен тілдестіре білетін адамды адам емес ау, ақынды адамның бұлбұлы десең болмас па? Өй шіркін-ай десейші,
Қаламды қолға ұстай алғанда жорғалай жөнелсейші, сөз артынан сөз, таудан құлаған бұлақтай сауылдап құйылсайшы. Жазып отырған сөзіңдегі сөйлемдердің аяғы ойда жоқ жерден үйлесіп, келісе кетсейші. Сөйтіп, әрбір ойлаған ойың ауызды тамсандыратын тәтті, көзді тартатын сұлу, құлақты құрыштандыратын күйлі, жүректі ертетін жылы, ақылыңды тербететін бесік боп, поэма боп түрегелсейші. Біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді дейді қазақ. Ақындар тойып секіреді. Олардың жазғандарында өз қара басына байланысты сөз көп бола бермейтін сияқты. Менің де ақын болғым келеді. Бірақ мен егер ақын бола қалсам, өз басымдағы халден басқа ештеңе жазбас ем. Ол талапқа кіргеніме 2-3 жыл болды. Содан бері қалың 2-3 дәптерді толтырып тастаппын. Олар өзіме ұнағанмен поэзияны білетіндерге оқысам, кейбіреуі жаман емес дей салады да, енді біреулері күледі. Қайсысына нанарымды білмей басым қатады. Менің бар тақырыбым бәтес. Өзімді өзім сынап көрсем, оған ғашықтығым ертегіге айналған ғашықтардың ешқайсысынан кем емес. Күйіктен отқа не суға түсіп кететін заман менің басыма әзір туған жоқ. Егер ондай күн туса, оттан да, судан да қашатын түрім жоқ. Мені өлеңге құмарландыратын да осы сезім. Сыр сандықты ашып қара сырласым, сым пернені басып қара жырласын, деп Сәкен айтқандай, ішім өзіме күйдің сандығы сияқтанады да, оны сөйлеудің кілтін таба алмай жүрген сияқтанам. Осындай кілтті таба білген ақындардан айналсам болмас па? Өз өлеңіме өзім риза болмай, бірақ онымен жазбай да қоймай, талай дәптерді толтырған шағымда қысқы каникулда таянып қалды. Тоспай, хабарласпай кетуіме бәтес те өкпеліме немене. Күн сайын хат күткеніммен хабар ошар жоқ. Оған мен де ерегісейін десем, көрмеуге жұқарған шыдамым жыртылуға жақындап болды. Шыдамыммен бірге жаным да жыртылатын болған соң, каникулды сылтауратып елге барып қайтуға бекіндім. Осы ойымды Маутбаевқа айтып ем, әуелі қыз ішінде ме деп шошып кетті. Неге шошыдыңыз? Қарағым-ау, не деп отырсың? Осы арадан Торғайға, одан Сарықопаға. Я, мен білетін жерлер ғой, шырағым-ау ол. Жаз болса бір сәрі, қысты күні сонша жерге жету оңай деп отырмысың? Және қысы қандай ол араның? Бораны бір түтеп кетсе, жұмалап түгіл, айлап басылмайтыны бар. Аязы ше, түкіл десең түкірік жерге түспейді. Сондай сұрапылға кездесіп, не үйіне жете алмай, не жетсең де шыға алмай, оқуыңнан қалып қойсаң қайтесің? Жоқ, қалмаймын. Киімді, атты қайдан алдырасың сонда? Қостанайға, Шалқар жағынан гөрі қысы күні ол жақ жетуге жеңілірек. Рас, бірақ оның да 500 шақырымдай жер екенін білесің ғой. Әрине, осыны әлі де ойласаң қайтеді шырағым. Біраздан кейін ұзақ жүруің де, оқудан қалуың да ештеңе етпес. Атың, киімің келіспей дегендей, немесе адасып жазым болып жүрерсің. Ағай, бұның бәрі ойланған нәрсем. Сонда да баруға бекіндім. Енді айтар сөзі таусылғандай Жүнісбек менің бетіме сұлу, томпақ, кішірек қара көзін қадай аз уақыт сүзіле қарап отырды да, бір сұрау берсем көңіліңе алмас па екенсің бала деді. Айтыңыз, бұндай жолға тек ғашықтық қана жетектеуге тиісті. Сондай бірдемең жоқ па? Оны қайдан жобаладыңыз? Қазіргі кескінімнің құбылысынан. Сіз аға, дедім мен, ұялшақтан қыраған кескінмен, төмен қарап сөйлеп. Психологияны зерттеумен шұғылданып жүрген кісісіз ғой. Жан жүйесі мен өнер таңдау деген кітабыңызды оқыдым да, сезімнің жайын түсінуде сізді қателеседі деп ойламаймын. Түсінікті, деді Жүнісбек орнынан түрегеп. Үйіңе телеграмыңды соға бер. Жол қағазыңды ертең реттейін. Асығам деп жазым таппа. Биыл үлгермесең, келесі жылы келерсің. Оқуыңа әлі уақыт бар. Рахмет ағай.
Пойызбен Қостанайға келсем, әкем түсіп жүретін пәтерде Текебай мен Қайрақбай күтіп отыр екен. Шанаға жеткендері біздің үйдің қара көк арғымақ айғыры. Текебай маған әкемнің қасқыр тұлыбын, қызыл шұбар жаңа пимасын, түлкі тымағын ала кепті. Бұндай киіммен қар астында 40 күн жатсаң да тоңбассың. Ат неге жалғыз десем, қайтесің оның санын дейді Текебай. Қолқасы аман болса, оны атыңа татиды. Жол жақсы, аманшылық болса, боран шашын болмаса, үйге 5-6 күнде жетіп те қалармыз. Ертемен тарта жөнелдік. Көптен боран көрмеген жүкшілер көп жүрген жол, төсеген тақтайдай екен. Арғымақтың қызығын сонда көрдім. Денесінен буы бұрқырап, тежей ұстаған божыны анда-санда сүзе тартып қойып, ербеңдеген аяқтарын даңғыл жолға кең тастап, тұяқтарымен шанаға қаршаша дедектеп ұшады да отырады. Жолшыбай алдымызда көрінген әлде кімдерді басып озып, лезде қарасын үзіп кетеді. Пах! Жануардың желісін-ай, желген сайын жүрісінен танудың орнына үдеде түсуін-ай. Сілте жануар, шіркін, жылқы екенсің-ау. Ат қанша жүрісті болғанмен, алшақ ауылдардың арасындағы керік дала және ашық күнде көзді ұялтатын әппақ дала адамды жалықтырып жібереді екен. Бізге әрине әңгіме керек. Қайрақбайдың аузынан бұндайда боғауыздан басқа әңгіме шықпайды. Текебайдың білері мал шаруасы ғана. Ондай әңгімелерді адам қашанғы тыңдай алады. Дегенмен Текебайдан Қайрақбай әңгімесі қызығырақ. Өзіне машық тақырыпта талай қызықтарды айтып ішек сілемізді қатырып отырған Қайрақбай бір сәтте Шәйі дейтін бір қыздың сымбаты мен сұлулығын мақтай жөнелді. Қайрақбай ондай әңгіменің қанын ағызып, бауын тамызады. Шәйі оның сипаттауында дене біткеннің сымбаттысы да, бет біткеннің көріктісі. Қыздың сипатына біраз елтітіп алғаннан кейін үйі жолда деді Қайрақбай. Аманшылық болса, бүгін жетіп қонамыз. Сонда дедім мен Қайрақбай әңгімесінің түргініне түсіне қап. Не сондасы бар? Деді Қайрақбай кескінін ойнақшыта құбылтып. Сен сияқты сұлу жігіт сұлу қыздың үйіне барып қонса, оның ар жағында түсінбейтін не бар? Сен енді айтқан соң бәрін де айт, деді Текебай Қайрақбайға. Айтса несі бар, деді Қайрақбай, көңілінде тұрған әңгімесін бастай жөнелуге менің қайпақтаған кескінмен. Ауызға келген түкірік қайта жұтса мәкірік демей ме қазақ. Айт, бөгелме, дедім мен Қайрақбайға. Көмекейінен әлдене сөз еріксіз шығардай, ол әлі жұтынып, содан кейін тамағын қатты кенеп алды да, жүйрік ат, сұлу қатын, ер қайрағы деген өлеңді білемісің бала, деді. Білемін, дедім мен. Сұлу алғысы келмейтін жігітті көрдің бе сен? Көрдім. Қайдан, деді Қайрақбай таңданған дауыспен. Алдыңда отыр. Қайрақбай Текебайға маған бір қарап алды да, қайсының екеуіңнің, деді. Мен, дедім мен. Неге сен боласың? Мен де әрине сұлу алуға қарсы емеспін. Бірақ сұлудың да сұлуы бар емес пе? Мәселен қандай? Ең алдымен қазақ тағы бір өлеңінде сұлуға сұқтанбаңдар, сүймеген соң демей ме? Дейді. Қазақта сұлу емес, сүйген сұлу деген мақал бар ғой. Бар. Ендеше әркімнің сүйгені сұлу емес пе? Рас. Сонда сүю дегеннің өзі не? Барлық жан тәніңмен берілу. Солай-ақ болсын дейік. Сонда Мәмбеттің қызынан басқа жан тәніңмен берілетін қыз жоқ деп ойлайсың ба? Қайда ол? Мысалы, мен айтып келе жатқан қыз. Ойды қырды аралай жүре орыстың, қазақтың, ноғайдың, өзбектің талай сұлуларын көре жүре, мен мұндай сымбатты сұлу, мұндай ажарлы әйелді кездестірген емен. Сен өзің Абайдың өлеңдеріне құмарсың. Оның қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы деген өлеңін жатқа айтып жүресің. Осы қыз дәл сол. Ол өлеңге ұқсаған бұдан басқа қызды өмірімде көрген емен. Рас, деп қойды Текебай орнынан қозғалып. Пау, мақтауың жетті, дедім мен. Мені сөзіне елтітіп алдым деген кескінмен Қайрақбай әрі қарай сөйлей жөнелді. Тегі де тәуір көрінеді өзінің. Жеті атасынан бақ та дәулет те арылмаған. Қазірде күпсіп тұрған бай үйдің біреуі. Жалғыз ағасы Саудабай Майлыбаев, Қостанайдағы губерниялық Селпрам союздың бастығы.
Үйіне де төгіп тұр ол. Сенің әкеңе де ырыс боп, многоловканы билетіп қойғанда сол. Сенің үйінің жасауы, оның үйінің қасында жасау ма? Қарындасын да үлдемен бүлдеге орап қойған. Қыздың көркі құлпыда, жігіттің көркі жылқыда дегендей, нелер асыл киімдерге бөленіп, нелер асыл моншақтарды тағынғаннан кейін қыз тіпті періште болып кеткен. Бәрі де рас шығар дедім мен Қайрақбайдың сөзін бөліп. Осы әңгімелерді неге айтып отырсың сен маған? Айтуымда себеп бар. Иә, аталықты да бай да жер екенін айттым. Ағасымен де таныстырдым. Қызды сипаттадым. Ендігісін өзіңе сала сөйлескім келеді. Неменесін? Қызды әуелі көр, үйін де көр. Қалған әңгімемді содан кейін айтам. Мақұл дедім мен бұл кеңестен тойғандай. Қара көк арғымақ желістігінің үстіне қажымайтын да жылқы екен. Ертеден шапса кешке озған, ылдидан шапса төске озған. Томаға көзді қасқа азбан дегендей, тұяғымен қар шаша ауыздықты сүзе дедектеп ұшудан ертеден қара кешке дейін танар түрі жоқ. Міне, қайда жылқы? Осы жүріспен 380 шақырым жерде деген Майлыбай ауылына біз жолда ұшақ қонып, 4-ші күні күн түске тармаса жетіп қалдық. Ақсуат көлінің жағасында орналасқан бұл ауыл расында да сыртынан көрікті екен. Шатырлы, биік, көп терезелі ағаш үйлер орыс селосының тәртібімен көшелене орналасыпты. Қайрақбай атымызды сол үйлердің бірінің сәнді жасалған ашық қақпасынан кіргізіп, есік алдына тоқтай қалғанда аса ұзын бойлы, жуан денелі, үстінде қамзауша қасқыр ішігі, басында қара көк барқытпен тыстаған түлкі тымағы бар. Сақал мұртын қалың қырау басқан көркем кескінді адам қарсы алды. Майлыбай осы екен. Тегі ол бізді келеді деп тосып отырған болу керек. Тегебай мен Қайрақбайды бұрында тану керек. Сондықтан сәлем беріп қолдасқан оларға үндемеді де, мен қолдасқанда, Әбутәліптің Тәшкенде оқып жүрген баласы сенбісің, деді. Болсақ болармыз, дедім мен. Бақытты, өмірлі бол шырағым. Ал аттарыңды ашаға байлаңдар да үйге кіріңдер. Майлыбай жұмсаған әлдене жігіттің бастауымен зор ағаш үйдің жасаулы кең бөлмесіне кірдік те, сырт киімдерімізді шешіп, кілем үстіне жайған көрпеге отырдық. Сол кезде көрші бөлменің жарма есігі сықыр ете қап, кішкене ғана ашылғанда, ар жағынан сылдырлаған шолпының даусы, әлде кімдердің сыбырласқан үні естілді. Қыз деп сыбыр ете қалды Қайрақбай маған. Сол есіктен мұрнымызға бұрқыраған тамаша хош иіс сезіле бастады. Мен әрине қызды көруге құмарта бастадым. Оның сәті шай үстінде ғана түсті. Дастарханды әлдене жігіт біздің үйге жасады да, Болыскей аталатын әдемі ақ самауырды подносқа әкеп қойды. Самауыр қасында көтеріп әкеп сәнді қобдишаны да қойды. Майлыбай біздің бөлмеге сонда ғана кіріп, төрден орын алды. Осы кезде манағы есіктен қыз да кіре берді. Қайрақбайдың сипаттауында ешбір қате жоқ екен. Шынында да үлдемен бүлдеге оранған, асыл тастармен, алтын бұйымдармен безенген, таудырмаш сұңғақ бойлы сұлу кескінді қыз. Жұпары күндік жерге мол жететін, қалампыр иіс майлап өрген шашын. Дегендей, манағы есіктен сезілген тамаша иіс пе? Қыз бөлмеге алып кірген мына иіс адамды мас қылып жіберетін. Қазақ қызының әдетімен бөтен кісіге көзін төмен түсіре кірген сұлу самауыр қасына әдеппен кеп отырды да қобдишаның қақпағын көтерді. Епті жігіт оған жәрдемдесіп, екеуі қара ала кәрлен шәшкенді подносқа жайды. Сонда байқасам, әппақ ұзын саусақтары да жас қамыстың жазды күнгі сүйріктеріндей екен. Қонақтардан қымсынған кескінмен шай құйған қыз менің көзімді аңдығандай боп, бәлкім бұрсамақ мөлдірей қарай қояды да, мен қарай қалсам көзін төмен түсіре қояды. Солай аңдысып отырып бір кезде көзімізге көзіміз жолығыса қалды. Сол қарас арбасқан мысық пен жыланның қарастарындай бір-біріне қадала қалысып, аз уақыт айырылмай тұрып алды. Қызы арбалып қалама дегендей әкесі қақырынып қалғанда, байласқан көз қарасымыз үзілді де кетті.
Менің қарасымнан қыздың не ұққанын білмеймін. Оның қарасынан менің ұққаным күйеу келсе, қыз даяр. Расында да солай болды. Шатар алдында есіктен сығалаған Қайрақбай «Құдай берді» деді маған сыбырлап. Қыз мына бөлмеге болыскей ақ кроваттың үстіне жалғыз жатты. Бер жағына тек шымылдық қана түсірді. Айтқанда ұзын сөзді қысқа қылып, ағарып таң атқанын білмей қапты деп бір ақын айтқандай, қыздың қасында өткізген ол күнгі таңның қалай атқанын да білмей қаппын. Болашақ күйеуім деп есептеді ме, әлде қонақжай адам ба, Майлыбай ертеңіне тағы да бірер күн жатыңдар деп жік-жапар болғанмен, Текебай мен Қайрақбайдың ол сөзге көнгісі де келгенмен, оқуға тез қайтуымды сылтау қылып, мен тоқтамадым. «Ал бала», деді Қайрақбай былайшыға, «сонымен бұл жұмысты енді бітті деп есептейміз бе?» «Қай жұмысты? Майлыбаймен құда болуды? Сондай да ойларың бар ма еді? Енді неге қонды дебең ол үйге? Кеше айтам деген сөзімді енді айтайын. Әкең мен Саудабайдың құда боламыз деген уәдесі бар екен. Ежеғабыл жасаудың алдында қыз бен жігіт бірін-бірі көріп ұнатсын дескен екен. Бүгін көрістіңдер, және жақсы көрістіңдер», деді Қайрақбай, қасы көзін ойнақтатып. «Жұмыс бітті деген осы еме немене?» «Жоқ, біткен жоқ ол». «Неге?» деді Қайрақбай мен Текебай қосынан. «Жолда жатқан Жолбикені алатын жігіт мен емеспін. Сұлулығын қайтем оның. Азар болса, Абайды тағы айттың дерсің. Шу дегенде көрінер сұлу артық. Көбі көпшіл келеді, ондай қаншық демей ме ұлы ақын? Бұл сұлулығың сол. Сонда саған қандай қыз сұлу?» деді Текебай кекеткен дауыспен. «Сүйген қызым». «Ол кім?» «Кезінде көрерсің».